Әлеуметтік желіде танымал журналист, тележүргізуші Лейла Сұлтанқызының жолдасы Қайрат Беркімбаевтың өмірден өткені туралы суық хабар тарады. Суыт хабарды продюсер Жан Мұқанов өзінің Инстаграм парақшасында жазды. Бүгін біз жақын досымыз Беркімбаев Қайрат Шерәліұлынан айырылдық. Жүрегі тоқтап қалды. Ең жақын досым әрі әріптесім Лейла Сұлтанқызына көңіл айтамын. Бекем бұл досым, жақсы адам, күйеу, әке және дос болып еді. Жана жәннатта болсын деп жазды Жан Мұқанов өзінің Инстаграм парақшасында. Қайғылы қазаға экономист, блогер Дәулет Мұқаев та көңіл айтты. Бүгін таңғы уақытта Қайрат Беркімбаев дүниеден озды. Қайрат ағаны бірнеше рет көргенмін. Өте биязы, сабырлы адам еді. Белді кәсіпкер, өз ісінің маманы еді. Әрі талай қайырымды іс жасап, қайырымдылықтың жаршысы болып жүрген өте мықты азамат еді. Аз сөйлеп, көп іс тындыратын жан еді. Жаныңыз жәннатта болсын. Лейла Сұлтанқызы, бекем болыңыз. Отбасыңызбен қайғырып көңіл айтамыз, деп жазды Дәулет Мұқаев. Қайрат Беркімбаев, кәсіпкер, Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының медициналық орталығы оқжетпес емдеу сауықтыру кешені акционерлік қоғамының президенті болатын. 2019 жылы Қазақстанның тәуелсіздік күні қарсаңында 3-ші дәрежелі барыс мемлекеттік орденімен марапатталған. Лейла Сұлтанқызы және оның отбасына қайғырып көңіл айтамыз.